Бүгін сіздермен сникерс тортының ең оңай рецептімен бөліспекшімін. Жұмыртқаның ағын шым-шым тұзды және де сахарды аз-аздан сала отырып, аппақ пена болғанша миксерлейміз. Яғни массамыз 2 есе ұлғаяды. Видеода көрсетілгендей аппақ пена болғаны дұрыс. Егер де сіздің миксеріңіз слабы болса, онда кішкене ұзақтау жасайсыздар. Яғни ұзақ уақыт миксерлейсіз. Жұмыртқаның сарысына сұйық майды құйып миксерлейміз. Бөлек ыдысқа ұн, какао, разрыхлитель және де ас содасын араластырып аламыз. Жұмыртқалы массаларды біріктіріп, лопаткамен ақырын араластырамыз. Құрғақ қоспаларды ситодан өткізіп саламыз және де ақырын ғана лопаткамен араластырамыз. Үстіне жылы сүтті құйып, ешқандай комочка қалмағанша жақсылап араластырамыз. Егер де сіздің духовкаңыз слабы болатын болса, тестаны екіге бөліп, бөлек-бөлек пісіріп алғаныңыз дұрыс. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскен соң шпажкамен тексеріп алыңыздар. Енді начинкасын дайындаймыз. Арахисті осы пакетке салып, үстіме оқтаумен басып шыққан жеңіл болады. Және де қатты ұсақтамай да, қатты ірі қылмай да жасап шығамыз. Үстіне бір банка вареная сгущенка салып, басып біріккенше жақсылап араластырамыз. Енді кремін дайындаймыз. Сливке міндетті түрде 33%-дан жоғары болу керек және де сахар қосып миксерлейміз. Кішкене қоюлана бастағанда творожный сыр салып тағы миксерлеп шығамыз. Креміміз ағып кетпейтіндей, яғни өз-өзін ұстап тұратын дәрежеге жеткенше миксерлейміз. Енді тортты жинаймыз. Кішкене астына осылай крем жағып аламыз, чтобы торт жылжып кетпес үшін. Және де айта кетерлік зат, бисквит піскеннен кейін оны суытып, екіге бөліп аламыз, яғни жалпы бізде 4 корж шығу керек. Жалпы мен тортты жинаған кезде міндетті түрде кольцоға жинаймын, себебі жинау барысында торт қисайып кетпейді, яғни түп-түзу болып шығады. Бисквит, крем начинка қылып кезекпен салып шығамыз. Начинканы шетіне жеткізбей саласыздар. Кремді молынан сала беріңіздер. Мен күтпеген жерден капкейкке дайындайтын болғандықтан осылай кішкене аздан салып шықтым. Соңғы бисквитті салғанда бетіне жұқа қылып крем жағамыз және де үстіне пищевая пленка немесе таза целлофан жауып, холодильникке 2-3 сағатқа немесе 1 түнге қалдырып қоямыз. Егер де қатты асығыс болсаңыздар, морозильникке жарты сағатқа қойып қоюға болады. Енді ганаш дайындаймыз. 100 грамм Қазақстан шоколадына сұйық май немесе сары майды қосып, водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Беті жылтырап тұру үшін көп жерде негізі сұйық май қолданылады. Осы шоколадтың үстіне майдаланған арахисті салып, жақсылап араластырамыз. Тортымызды холодильниктен алғаннан кейін кольцодан ақырын ғана шешіп аламыз, осылай пышақтың көмегімен. Қалған кремді жағып шығамыз, қатты қалыңғып жағудың қажеті жоқ, жұқа болса жеткілікті. Тегістеп шығамыз енді. Үстіне дайын ганашты құйып, барлық жерін жауып шығамыз. Яғни ешқандай да крем көрініп тұрмау керек. Егер де тортты сәндейтін болсаңыздар, оформление керекті заттарды алдын ала дайындап алыңыздар. Себебі егер де шоколад қатып қалса, оның үстінде ешқандай зат тұрмай домалап түсіп кетеді. Әріптерді мен мастикадан дайындадым. Арнайы осындай әріптердің молды, яғни қалыбы болады. Соған мастиканы ішіне салып, дайындап, осылай қойып қойдым. Мен торттың разрезін түсіріп ала алмадым, себебі күйеуімнің туған күнін тойлап, осылай қонақтардан торт артылмай қалды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Олжанат Абайқызы.